Сол училищеде оқуға түсіп, сол 80. Осы Атырау қаласындағы өнер училищесі. Музыка, ол кезде сол музыка училищесі деп аталады. Дина Нұрпейісова атындағы музыка училищесі. Қазір енді үлкен музыка академиясы деген өзгертулер еніп жатыр ғой енді. Сол кезде музыка училищесі болды. 81-85 жыл аралықтарында оқыдым музыкальный училищеде. Сол жас орындаушылардың конкурстарына қатысып жүрдім, республикалық, облыстық конкурстарға қатысып. Содан енді ары қарай енді арман ғой енді. Адамның арманы таусылмайды деген. Сол оқу, жоғары оқу орны, Алматыға оқу, консерваторияға түсу бір арман болды. Оған оқуға түсу үшін де енді өнер жалпы инемен құдық қазғандай дейді ғой. Сол өнерде үлкен еңбек ету керек болды, оған да отыру керек, дайындалу керек деген сияқты. Бір жетістікке жету керек деген сияқты. Бір белеске жетсе, бір белеске тағы жетуім керек, асып. Әрине. Сондай енді ойменен, сондай арманменен дайындалып, еңбектеніп, сол 85 жылы Алматы консерваториясына барғам оқуға. Қазақ өнерінің қара шаңырағы. Иә, қазақ өнерінің қара шаңырағы. Құрманғазы атындағы консерватория. Сол консерваторияға арман қуып барып, сол жылы оқуға бұйыртып түскенбіз, 85 жылы. Содан 85-90 жылдар аралықтарында сол консерваторияда оқыдым. Консерваторияда ең бір қызықты жылдар болды. Онда мына Қазақстан Республикасының халық артисі Бақыт Тоқсанбайқызы Қарабарина классында оқыдым, сол кісінің классында. Домбырашы, үлкен мына еуропалық шығармалардың кәдімгі жебіріне жеткізген кәдімгі тамаша шығарма орындауда, классикалық шығармаларды домбырада орындауда өте шебер ойнаған кісі, күй өз алдына ғой. Әрине. Сондай бұл кісі, осы Бақыт Қарабарина классында оқыдым, 5 жыл бойы осы классында өте жақсы ұлағатты ұстаз болды. Бұрын енді біздер қазақтар, қазақ балалары күйге деп барғанмен де әрине ол кәсіби деңгейде оқыған соң, шығарма орындауды да мысалға өзінің деңгейінде ойнай білу керек. Кәсіби шебер деңгейде орындай білу керек. Оғанда кәсіби шеберлікке енді сол манағы шығарма орындауда, мысалға классикалық шығармалар домбырада ойнауда ол кезде үлкен шеберлік талап етті. Міне мен осы жағынан, мен осы Бақыт Қарабаринаға ұстазыма өте риза болдым. Өте көп нәрсені алдым, үйрендім деуге болады ол кісіден. Сол консерваторияда оқып жүріп, мұрагер фольклорлық ансамблі болды. Консерваторияның қабырғасынан ашылған. Ол кезде көргенді жетекшіміз Абдулхамид Райымбергенов. Сол кісі ұстаз ғой сонда сабақ береді. Ол кезде ұстаз болды, ол кісі. Консерваторияның ұстазы болды. Ол кезде сол Бекболат Тілеуқанов болды, Рүстем Күлшебаевтар. Бәріміз сол қатар оқыдық. Сол мұрагер ансамбліне ойнап, талай жерде, талай шетелде өзіміздің қазақтың өнерін көрсетіп жүргенбіз. Сол енді талай қызықты болды ғой енді, шыны керек. Сол мұрагер ансамблімен біраз елді араладық, жерді араладық, өнерімізді көрсеттік манағы. Темірбек, жалпы мына қазақ күйлері қазақтың қайдаласында да дамыған ғой. Арқаның күйлері қандай тамаша, Қаратаудың күйлері қандай, Маңғыстау күйлері ол бір жетқан бір әлем. Осы бір күйдің бір керемет дамыған өлкесі Қазақстанның батыс өлкесі, батыс Қазақстан. Осы өлкеден шыққан дүлдүлдердің бірі Сейтек қой. Сейтектің тамаша күйлері бар, Сейтектің көптеген күйлері бар. Менде көптеген күйлерін тартты осы бағдарламада. Сіз Сейтектің Ақсаққұла деген күй туралы, осы Ақсаққұла күйін тартып жіберіңіз. Сейтек туралы өзіңіздің білгеніңізді сосын айта тұрыңыз. Сейтекте енді осы өзіміздің 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында күні кешеге дейін өмір сүрген азамат күйші болған. Енді манағы өзіңіз айтыңыз, біраз күйлерге жеткен. Бұл кісіні естуімше, бұл кісіде кішкене мінезі тентектеу болған кісі дейді, палуан болған деп естідім. Енді манағы айтқандай ғой, енді әркім әртүрлі айтады. Бұл кісіде абақтыға жазып шыққан адамдар сияқты. Абақтыға жазып шыққан адам дейді бұл кісіде. Сол манағы айтып отырып, тентек мінезі кішкене бір кеткелеу болған кісі екен. Ал осы кісінің енді манағы Ақсаққұла деген күйі бар екен, сол күйі тартып берейін. Сейтектің күйі Ақсаққұла. Сейтектің күйі Ақсаққұла. Бұны енді манағы сотты әрекеңнен үйренген бұл күйді де, сол кісінің репертуарында болған күйлердің бірі. Ырысбай ағамыздан. Ырысбай ағамыздан үйрендім. Осы күйі тартып берейін.
құлан емес, ақсақ құла. Құла. Ақсақ құла дейді ғой енді. Құла деп айтады. Ақсақ құлан деген басқа құла. Құла, бұл құлан аң туралы емес, ат туралы ғой. Ат, иә. Сейтек ақсақ құла. Ой, бәрекелді.